Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ТЖБ 4-ші сынып дүниетану пәнінен 3-90 жауаптарымен таныстыратын боламын. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген математиканың жауаптары және де басқа да сабақтардан ЖБ, БЖБ, ТЖБ барлық тапсырмалары бар. Егер де басқа сабақтардан да көмектер қажет болса, описаниеге өзімнің WhatsApp номерімді қалдыратын боламын. WhatsAppқа жазсаңыздар болады. Бүгін 390 бойынша 90-дық жиынтық бағалау, яғни ТЖБ тапсырмасын талқылайтын боламыз. Сіздерге жауаптарын ұсынамын. Бұл ұзақтығы 40 минут. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып, немесе WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Бірінші тапсырмамен танысайық. Бірінші сұрақ сіздерге: далалы жерлердің климатын сипаттап жаз дейді. Бұған жазасыздар: жазы ыстық әрі құрғақ, жиі-жиі аңызақ жел соғып тұрады. Ал қысы суық, қатал болады. Қар жауын-шашын аз мөлшерде түседі. Бірінші тапсырманың екінші сұрағы: далалы жерде қандай шаруашылық түрлерін дамытуға болады? Жазасыздар: егін шаруашылығымен шұғылдануға мүмкіндік береді. Мал жайылымы ретінде пайдаланылады. Ара шаруашылығын дамытуға болады деп өз ойларыңызды жазуларыңызға болады. Келесі екінші тапсырма: суреттерге қара, бұл жерлерде қандай табиғи апаттар болуы мүмкін? Бірінші суретте жазасыздар: қар көшкіні, жер сілкінісі, лай көшкіні болуы мүмкін. Екінші суретте су тасқыны, су басу қаупі, орман өрті болуы мүмкін. Келесі екінші тапсырманың Б тапсырмасы: бұл табиғи апат қандай зиян келтіруі мүмкін? Жер сілкіну кезінде үйлер, ғимараттар құлайды. Жер жарылып, адамдар мен жануарлар опат болады. Қар көшкіні жолдағыларды басып қалады. Адамдардың өміріне қауіп төнеді. Сел жер бетін бұзады. Өсімдіктер мен жануарларға, елді мекендерге зиян келтіреді. Су тасу елді мекендерге зиян келтіреді. Үйлер қирайды, жануарлардың індері бұзылады. Осы сияқты жауаптарды жазасыздар. Келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырма: суреттер бойынша жасанды ортадағы қауіпсіздік ережелерін құрастырып жазасыздар. Үш сурет бойынша ереже. Бірінші сурет бойынша: танымайтын адамдармен сөйлеспе. Екінші: терезенің алдына отырма. Үшінші: су қоймалардағы мұздың үстімен жүрме. Осы үш ережені жазыңыздар. Төртінші тапсырма: кескін картадан Каспий және Арал теңіздерін, Балқаш көлін белгілеп, атауын жаз. Сіздерге бос карта берілетін болады. Міне бірінші суреттегідей мен сіздерге белгіленіп тұрған екінші суретті міне ұсынып отырмын. Бұнда Каспий теңізі, Арал теңізі және Балқаш көлі бейнеленген. Үшеуіңді көкпен бояп, атауларын жазатын боласыздар. Мұқият қай жерде орналасқандарын қарап алыңыздар. Келесі тапсырма: берілген тұжырымдарды оқы, дұрыс және бұрыш тұжырымдарды анықта. Плюс және минус таңбаларымен белгіле. Тұжырымдарды оқисыздар, плюс және минуспен белгілейсіздер. Бірінші тұжырым: жер өз осінен айналғанда оның плюстері айналмайды. Бұл плюс, дұрыс дейсіздер яғни. Келесі: меридиан жерді оңтүстік және солтүстік жарты шарға бөледі. Бұл минус. Келесі: эвакуаторға қатарластыра жүргізілген сызықтарды параллель деп атайды. Дұрыс, бұл плюс. Келесі: плюстердің арасын қосатын сызықтарды эвакуатор деп атайды. Минус деп белгілейсіздер. Келесі: осы тұжырымдарды белгілеп болғаннан кейін осы тапсырманың келесі тапсырмасы Б тапсырмасы: қате берілген тұжырымдарды дұрыс нұсқаларын жазасыздар. Жаңа бізде минуспен белгілегендерімізді енді дұрыс етіп жазуымыз керек. Эвакуатор жердің тең екі жартын шарға бөліп тұрады деп жазасыздар. Келесі: оңтүстік және солтүстік плюстердің арасын қосатын сызықтарды меридиан деп атайды.
деп осы 2 дұрыс жауапқа айналдырасыздар. Келесі тапсырма. 6-шы тапсырма. Картадан эвакуаторды параллель және меридиан сызықтарын бастырыпсыз. Олардың атауын жаз. Міне бірінші сіздерде карта беріліп тұр және астына мен жауабын қызыл сызықпен сызып жазып қойдым. Мұқият қарап алыңыздар. Қайсы эвакуатор, қайсы параллель және қайсы меридиан екеніне назар аударыңыздар. Енді балалар, тапсырмалар аяқталды. Енді бал қою кестесімен таныстырайын. Бұл 90-дық жиынтық бағалауына барлық 18 бал берілген. Барлық дұрыс жауапқа 1 балдан. Міне таныстырсаңыздар болады дұрыс жауаптармен. Осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Менің басқа да сабақтардың жауаптары бар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де көмек қажет болса, описаниеге номерімді қалдырамын. Соған жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.